Hello guys, welcome my today's new lesson. So today's lesson will be so useful and important for English students because today I will start new topic in English grammatics. So the topic is about what is that present simple. What about present simple tense and the center. So let's start. Subscribe to my channel and like this video. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен бірге бүгінгі сабақта болатынын айтып және біз сіздермен бірге бүгін өте қызықты тақырып, сонымен қатар көпшіліктің сұранысында, көпшілік осы тақырыпты үйрене алмай жүрген тақырыптардың бірі, ажырата алмайды кейбіреулер дұрыс қолдана алмайды, не екендігін білмейтін де адамдар бар. Осы simple present simple тақырыбына тоқтала кетеміз. Жалпы бүгінгі сабақта present simple'дың үш жағынан танысамыз. Олар болымды, болымсыз және сұраулы. Және present simple не үшін қолданылады? Сонымен қатар present simple'ды қай кезде қолданамыз? Жалпы present simple'дың не екендігіне жауап беретін боламыз. So let's start. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып кетіңіздер. Сіздерге слайд шығу керек. Simple present tense. What about present simple tense? Жалпы present simple жайлы не білесіз? Және ол туралы осы уақытқа дейін қалай қолдандыңыз? Соған сараптама жасай кетіңіз өзіңіз үшін. Ал бүгін біз сізге present simple'ның не екендігін, сонымен қатар қай жағдайда қолданатындығымызды, сонымен қатар болымды, болымсыз, сұраулы шақтарды үйрететін боламын. Жалпы бүгінгі сабақ тікелей грамматикаға байланысты. So, let's start. Present simple дегеніміз не? Қай уақытта қолданамыз? Жалпы мақсаты неде? Көп жағдайда адамдар present simple дегенде present continuous, present perfect әртүрлі шақтармен ажырата алмай, қалай қолданамыз деген паника шығып жатады. Сонымен қатар грамматикада формула present simple грамматикасына арналған формуланы жаттай алмай шатасып жататындар бар. Бірақ осы жалпы 12 грамматиканың ішінде ең жеңіл түрі, ол ең жеңіл грамматика бізде present simple. Ал енді осы сұрақтарға жауап берейік. Present simple дегеніміз не? Қай уақытта қолданамыз? Сонымен қатар мақсаты неде? Present tense. Осы шақ. Ағылшын тілінде осы шақтың 4 түрі бар. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous деген шақтар. Яғни бұның барлығы осы шақты білдіреді. Ал біз бүгін present simple жайлы айтатын боламыз. Осы 4 шақтың бүгін біз present simple жайлы айтатын боламыз. Біреуі жайлы, present simple жайлы. Ал ендеше бастайық. We use present simple to talk about regular actions, common facts, preferences and habits. Жалпы regular actions деген ол регулярно бізде күнделікті болатын іс-әрекетті present simple арқылы айтамыз. Мысалы, біз күнделікті таңға ас ішеміз, демек біз оны present simple'ның грамматикасы формасын қолдана отырып айтамыз. Күнделікті болады. Regular actions. Сіз мысалы күнделікті тренировочный залға немесе аптасына 3 рет регулярно болады да ол іс-әрекет. Әр кезде бола салмайды, внезапно бірден болып туа салатын оқиға емес та, ол уже регулярно етіп қойған, сіздің жоспарыңызда бар, күнделікті немесе апта сайын немесе ай сайын қайталанып жүрген іс-әрекеттер. Регулярно тұрақтылық бар да бұл іс-әрекеттерде. Мысалы, кейбір адамдар аптасына 3 рет қосымша сабаққа барады. Бұны біз present simple арқылы айтамыз. Өйткені бұл регулярно да аптасына 3 рет сен ровно 9-дан 12-ге дейін осындай қосымшаға қатысасың деген сияқты. Немесе күнделікті өмірде мысалы, күнделікті біз таңғы ас ішеміз, күнделікті түскі ас ішеміз, күнделікті кешкі ас ішеміз. Бұның барлығы күнделікті регулярно болғандықтан біз present simple арқылы айтамыз. Немесе кейбір жанұялар бар, аптасының бір күнде міндетті түрде кафеге барады, бір ресторанда отырып тамақтанады. Мысалы, солар қандай бір күнді белгілеп қояды. Суббота күні апта сайын осындай күнде
осындай жерге барамыз деп. Енді ол апта сайын болатын іс-әрекет болғандықтан, ол уже регулярно болғандықтан тоже present simpleмен айтамыз. Жалпы regular actions деген ол бізде тұрақты, регулярный іс-әрекеттер. Common facts. Жалпы факттар туралы, сондай бір фактілер туралы айтатын болсақ, present simple'ды қолданамыз. Және де үшіншісі preferences and habits. Habits деген біздің адамның өзінің жасайтын бір, қалай түсіндірсем екен, өзінің қолынан келетін habits, қазақша алдағы уақытта түсінесіздер, ол habitsке байланысты көп мысалдар келтіргенмін. Жалпы күнделікті болатын, сіз істейтін сол бір іс-әрекеттер болады. So, present simple дегеніміз жалпы енді сіздерге түсіндіруге тырыстым. Ол осы шақта болады. Жай регулярно, тұрақты, қайталана беретін іс-әрекеттерді біз present simple айтамыз. Мысалы, оқушылар күнде мектепке барады. Біз күнде мектепке барғанымызды, мен күнделікті мектепке барам деп қазақша айтатын болсақ, ағылшын тілінде present simple'ның формуласын қолдана отырып, күнделікті болатын іс-әрекетті, тұрақты іс-әрекетті айтасыз да. Сонымен қатар айта кететін жайт, present simple'ды қолданар уақытында жеке көмекші етістіктер болады, оны да үйреніп кетесіздер. So let's start. Жалпы present simple'дың болымды, болымсыз, сұрау шағын үйретем дегенім, ол present simple, мысалы, сіз күнделікті істейтін іс-әрекеттеріңізді, мысалы, бүгін мектепке барасыз, ертеңде мектепке барасыз, немесе бүгін түскі асты сағат 1-де ішесіз, ертеңде 1-де ішесіз, түскі 1-де, соның барлығы регулярно ғой. Ол регулярно болатын болымды іс-әрекеттер, болымды шақта айтамыз. А енді сіз күнделікті, мысалы, университетке бармаймын дейтін болсаңыз, ол уже present simple'да, бірақ болымсыз шағында айтылады. Ал енді сұраулы шақта болса, сен күнделікті не істейсің, немесе аптасына 3 рет не істейсің деген кезде, мысалы, сұрақтар қоямыз ғой. Сол кезде, сондай бір мақсатта қойған кезде біз осы present simple'ды қолданамыз. So let's start. Ең алдымен болымды формуланы көз жүгіртейік. Міндетті түрде бізде pronouns. Pronouns деген ол I, you, we, they, he, she, it. Қызылмен белгілеп, сызып қойғанмын, бастырып қойғам. I, you, we, they, he, she, it. Неге екеуін бөліп қойғам? Өйткені I, you, we, they. I, мен, you, сен, we, біз, they, олар. Бұл есімдіктерге жай ғана етістік жауғаны. Мысалы, сіз күнделікті таңғы ас ішесіз. I have breakfast every morning. Күнделікті every morning. Have breakfast. Таңғы ас ішу. I pronounce, есімдік. Немесе мен күнделікті мектепке барам. I go to school every day. I go to school every day. Every morning, every day, every evening, every деген бізде күнделікті деген мағынаны білдіреді. Сондықтан әрқайсысына солай күнделікті деген сөзді жалғап айтып отырмын. Жалпы I, you, we, theyға жай ғана verb жалғанатын болса, he, she, it осы 3 pronouns, осы 3 етістікке, осы 3 есімдікке етістік жалғанады, етістіктен кейін s, es жалғанады. S, es жалғанады. Ал енді he, she, itке тоқталатын болсақ, he, she, it осы 3 есімдікке етістік жалғанғаннан кейін етістікке s, es жалғаулары жалғанады. Өйткені he, she, it. He ол бізде ер адамы ол деп айтылады, she әйел адамны ол деп айтылады. Және де it деген қандай бір затқа немесе жануарларға айтылады. Осы үшеуіне етістік жалғаған кейін міндетті түрде s, es жалғауларын жалғамасаңыз, сіздің сөйлеміңіз түгелдей қате болады. Ал енді мысалдарға көз жүгіртейік. They play football every evening. Олар күнделікті
кешкісін футбол ойнайды. They play. Көрдіңіздер ме? They одан кейін етістікке ешнәрсе жалғамаймыз. They play football every evening. Күнделікті кешкісін футбол ойнайды. Ал енді he-ге тоқталайық. Назар аударыңыздар. He plays football every evening. Олар күнделікті кешкісін, олар емес, ол күнделікті кешкісін футбол ойнайды. Ол балаға айтып тұр, He plays, неге play деген етістікке s жалған, өйткені есімдік бізде he. Ал енді they play неліктен жалғанбады, өйткені есімдік бізде they. Келесі. You eat your breakfast. Сен өзіңнің таңғасыңды ішесің. She eats her breakfast. Ол негізі eat болмайды, have болады. You have your breakfast. She has her breakfast. Уже she болған кезде have s жалғанады. Негізі eat болмайды, мен қателесіп кетіппін. You have your breakfast. She has your breakfast. Көрдіңіздер ма? Есімдік she, he, it болған кезде бізде етістіктерге s, es жалғаулары жалғанады. Ал енді s, es жалғаулары қандай етістіктерге қалай жалғанатындығы туралы айтқым келіп тұр. S жалғауы көптеген етістіктерге жалғанады. Мысалы, love, loves, walk, walks, drop, drops, sit, sits, play, plays деген сияқты. Ал енді es жалғауы ss, sh, ch, all деген әріптерден кейін жалғанады. Мысалы, miss, misses, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, go, goes. Ал енді I, S жалғаулары қашан жалғанады? Ол сөздің, если сізде етістіктің соңы y әрпінен бітетін болса, демек біз I, S жалғанады. Өйткені бізде қазақ тілде у бар ғой, сол у бізде ағылшын тілінде келсе етістіктің соңында, біз оған I, яғни у түсіп қалады, оның орнына I қойылады, I, S жалғанады. А енді S послеклассная у. Тағы да бір S, ол, если сізде сол Y дауысты болса, онда S жалғайсыз. Ал енді дауыссыз болса, I, S деп қалады. Келесіне көшейік, бізде болымсыз сөйлем. I, you, we, they pronounce сол күйінде қалады, және де бізде болымсыз сөйлемде бізге көмекші етістік келеді, don't, doesn't деген. Don't бізде I, you, we, they есімдігіне қолданылады. Doesn't бізде he, she, it есімдігіне қолданылады. Есіңізде ма? Болымды сөйлемде біз етістіктен кейін he, she, it plus verb plus s, es жалғау айттық, he, she, it прононсына. А енді болымсыз етістікте тоже he, she, it прононсына don't емес, doesn't болады. Неліктен? Өйткені уже мына жақта s, es мына жаққа кетеді, don't-қа кетеді, сонда бізде doesn't болып өзгереді көмекші етістігіміз. Сонда бізде бұл сөйлемде етістікке ешнәрсе жалғамаймыз, жай көмекші етістігінің өзінен жалғанып кетеді doesn't деп. А енді мысалдар келтірейік. We don't have lessons every Friday. Бізде аптаның әр жұма күнінде ешқандай сабақтар жоқ. We don't. I, you, we, they-ға don't plus verb, he, she, it plus doesn't plus verb. Мысалы, мен күнделікті видео түсірмеймін дейтін болсам, I don't take video every day. Мен күнделікті видео түсірмеймін. I don't take video every day. Немесе ол деп қыз баласын айтатын болсақ, мысалы, Джулетта деген қыз болса, Джулетта doesn't take video every day. Джулетта күнделікті видео түсірмейді. Бірақ уже don't емес, doesn't. Өйткені Джулетта бізде she деген есімдіктің орнына қойылып тұр. We don't have lessons every Friday. You don't be late. Сен кешігуші болма. You don't be late. Келесі,
He doesn't have lessons every Friday. He doesn't. Ол баласына. He doesn't. Ода жоқ. He doesn't have lessons every day. Ода оның апта сайын жұма күнде сабақтары жоқ. Және келесі бізде мысалы, she doesn't be late. Сен кешігуші болмағын. Ол кешігуші болмасын. She деп қыз баласына айтыпты. Келесіне көшейік. Кешірім өтінемін. Келесі бізде сұраулы бөлім. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде бізде көмеші етістік do, does алдына шығады прононстардың есімдіктердің. Яғни алдына шығады do plus are, you, we, they plus verb, does plus he, she, it plus verb. Мысал келтірейік. Do you speak English? Сен ағылшын тілінде сөйлей аласың ба? Вот, қабілет. Habits қабілет. Біз өзіміздің қабілеттеріміз жайлы, немесе қандай бір адамның қабілеттері жайлы айтатын болсақ, онда present simple-ды қолданамыз. Do they play video game? Олар видео гейм ойнай ала ма? Do they? Do you? Яғни бізде есімдіктер are, you, we, they болғандықтан оларға алдына do шығып жатыр. Енді қараңыздар, she, he тұрған кезде алдына қандай көмешесі шығады? Does. Does she speak English? Ол ағылшын тілінде сөйлей ала ма? Бірақ she болып тұр да, оның қабілетін сұрап жатыр. She есімдігі ретінде. Демек біз оның алдына does деген көмекші есікті жалғаймыз. Does he play video game? Ол видео гейм ойнай ала ма? Деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Разница в чем? Разница есімдіктерде. Если есімдік are, you, we, they болса do болады. Если есімдік he, she, it болса does болады. So, бізде келесі тапсырма. Осында бір кішігірім сіздерге тапсырма дайындап қойдым. Осы тапсырмаларды бүгінгі сабақтың қорытындысы ретінде орындаңыздар. Және де келесі сабақтың басында осы тапсырмаларды қорытындылап, сізбен бірге қорытындылап, жауаптарын айтатын боламын. So, бүгінгі сабақ аяқталды. Баршаңызға рахмет. Мені мұқият тыңдап, маған бағыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін барлықтарыңызға білім хайырлы болсын. Ал ендеше міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып кетіңіздер. So, goodbye. Бүгін біз present simple